Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін әдебиеттік оқу 20 сабақ. Бүгінгі тақырып батыр туса ел ырысы. Бүгінгі сабақта жырдағы көркем бейнелі сөздерді сөйлеуде қолдана аласың. Бірінші тапсырма түсініп оқы. Батырлар жыры. Ел жұрттың арманы сыртқы жаулардан қорғанып, тыныштықта өмір сүру. Бұл әсіресе ерте кездегі жаугершілік замандарда оңай болмаған. Сондай халық ел қорғайтын хас батырларды аңсаған. Олардың батырлығы, қаһармандық істерін мадақтап, жырға қосқан. Алғашқыда батырдың бір ерлігі ғана айтылса, кейін басқа жорықтары жалғасып, оқиға тізбегі өрбітілген. Сөйтіп, халық шығармаларының көлемді де көрнекті тағы бір түрі батырлар жыры пайда болған. Жырды өзі шығарып, өзі айтушы адамды жырау деп айтады. Ал жырды жаттап алып айтушы, таратушы адамды жыршы деп атайды. Екінші тапсырма түсінгеніңді кестеге қысқаша түсір. Халық шығармасы жырау туралы жыр. Басты кейіпкері жырау. Не мадақталған? Ақылдылығы, шешендігі, көлемі қандай, неліктен? Орташа көлемді, ой тереңдігіне байланысты. Үшінші тапсырма түсініп оқы. Жырға сай дауыс ырғағын таңдап ал. Қобыланды батыр. Арыстан туған Қобыланды, күн шығуға қарамай, ат қоюға ойланды. Ата-анасы ел жұрты, қара қыпшақ баласы, жатқаннан соң байлауда қақпаның келіп аузына. Батыр Қобылан ақырды, нар түйедей бақырды, алшағыр деп шақырды. Ау алшағыр, алшағыр, сөзіме құлақ сал шағыр. Менің атым Қобыланды, әуелі өзің қалмай шық, алды-артыңа қармай шық. Қалдырмастан жалмай шық, арманда қапы қалмай шық. Қара қасқа атың міне шық, оқ өтпес тоның кие шық. Қарыңа сүңге іле шық, шыдай алмай алшағыр үстіне сауыт киеді. Беліне байлап болатын қарыны найза іледі, алтын тұрман ел салып, енді атына мінеді. Қара қасқа тұлпардың құйрығын шарт түйеді. Шақырып тұрған батырға қорықты дер деп бармасам, алдынан жүре береді. Жайықтың бойы қамысты, бермейміз деп намысты. Екі батыр екпінмен жақындасып қалысты. Өшігіп жүрген батырлар бір ауыз сөзге келмей-ақ шегінісіп екеуі еменнен найза салысты. Итерісіп тұрысты, ат тізесін бүгісті, бүгісе тұрысты. Біріне бірі ұмтылып, тақымдары құрысты, 10 саусағы қарысты. Қанжар менен қармасты, семсер менен серместі. Сөйтіп ойын ойнасты, қанжар қалды қайысып, семсер қалды майысып. Ерлерің жаннан түңілді. От шығады ұртынан, үмітін үзді алшағыр. Шәрі байтақ жұртынан сол уақыттар болғанда домаланып барып жығылды қара қасқа аттың сыртынан. Бұл жерде балалар Қыпшақ қазақ руларының бірі. Қар қолдың білектен жоғары түсі. Қарысты дегеніміз саусақтың иілмей қозғалмай қалуы. Сүңгі дегеніміз найза түрі. Тақым адам санының тізеден жоғарғы ішкі жағы. Шәрі дегеніміз балалар қала екен. Келесі 4-ші тапсырма жырға және сұрақ деректерге сүйеніп суреттегі батырларды сипатта. Суреттегі батырлар кімдер? Олардың тұлпарының аты, киімдері, қару-жарақтары. Суреттегі батырлар Қобыланды батыр мен Алшағыр батыр. Тұлпарлары тобылғы торы және қара қасқа. Екеуі де сауыт киген. Бас киімдері темір дулыға. Үстерінде тон, белдерінде белбеу бар. Қолдарында найза мен қылыш, қалқан ұстап тұр. 5-ші тапсырма елін жерін қорғаған тағы қандай батырларды білесің? Қабанбай батыр, Бөгенбай батыр, Наурызбай батыр және Райымбек батыр. Соңғы 6-ші тапсырма мақал-мәтелдердің жалғасын тап, тақырыбын анықта. Батыр туса ел ырысы, жауын қайтарған қол ырысы. Болат қайнауда шынығады, батыр майданда шынығады. Батырды жауда сына, бәйгені додада сана. Көз қорқақ, қол батыр. Тақырыбын балалар ел қорғау, батырлық деп қойсақ болады екен. Қобыланды мен Алшағыр жекпе-жекке шығады. Екеуі де ел қорғаған ер жүрек батырлар. Қобыланды Алшағырға қарсы шауып айқасқа түседі. Қатты шайқаста Алшағыр жарақаттанып аттан құлайды. Бұл оқиға батырдың адами сезімін, өкінішін, қайғысын көрсетеді. Бұл батырлар ерлігі мен тағдыр қайшылығын бейнелейді екен балалар. Балалар, бүгінгі сабақ аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңдар.